Barchaga salom do'stlar, sizlar men tag'i sport жаңалыктар. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizde bo'ladi. Осы video 100 like'dan assa tag'i eng so'nggi жаңалыктарды chiqarатын bo'laman. Janibekning kelesi qarshilasi kim bo'latini aytildi. Jurnalisti Patrik Stamberg o'rta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxanoğlu'nun kelesi qarshilasi kim bo'lishi mumkin ekaniga қатысты fikr bildirdi. WBO mіндеті қарсылас етіп беткен Хамза Шираз Janibekмен жекпе-жекке бас тартты. Шираз қазақстандық чемпионның орнына WBO титулы ие доминикалық Карлос Адамеспен жұдырықтасуы мүмкін. Бұл промоутер Фрэнк Уорренның есебі. WBO рейтингі 2-ші және 4-ші тұрған Дензел Бентли мен Брэд Полс айқасына жеңімпазы келесі айда міндетті қарсылас ретінде Шираздың орнына басады. Демек, Queensberry Promotion әлі де өз боксшыларының бәрін Alimxanoğlu қарсы қоя алады. Осы арқылы алды Шираз бен Janibek'тің 3 белбеуі үшін 3 айқасын өткізуге ыңғайланды. Егер Шираз Адаместі жеңсе, әрине, дейді Stamberg. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.